Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге чеснок қосылған, сыры үзіліп тұратын өте дәмді лепешканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге қант, дрожж және де тұзымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін електен өткізілген ұнымыздың үстінен құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз біріккеннен кейін үстінен сұйық майымызды қойып, қайтадан 15-20 минуттай қамырымызды жақсылап илеп, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін екі бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен қамырымызды овальный қылып жайып шығамыз. Пергаментке жайғастырып шығамыз. Начинкасын дайындауға кірісеміз. Жұмсақ сары майдың үстінен петрушканы және де чеснокты турап алып, барлығын жақсылап, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін жайып дайындап қойған қамырымыздың үстінен салмамызды теңдей екі бөлікке бөліп, жайғастырып шығамыз. Үкіштен өткізілген моцарелла сырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус қызған пешімізде 20 минут пісіріп аламыз. Тойымды әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.